Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әлеуметтік желіде хит болып жатқан қиярдан банка жабу әдісімен бөлісетін боламын. Ерекшелігі ешқандай қызанақ қосылмайды, кетчуп қосып жасайтын боламыз. Әрі қытырлап шығуының құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен қиярымызды жақсылап тазалап жуып аламыз, және де екі басын алып тастап, салқын суға 15 немесе 30 минутқа қалдыратын боламыз. Содан соң қиярларымызды алып, осылайша алдымен екі бөлікке және де бөлінген бөлікті төртке бөліп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайша бөліктерге бөлеміз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, міндетті түрде подписация бөлімін басып тіркеліп алыңыз, және де тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Каналымда плейлист бөліміне кіріп, өзіңізге қажетті тәтті дәмді жаңағы пирогтардың немесе салаттардың, ыстық тағамдардың, пицца, өте көптеген рецепттер бар. Қарап шығыңыз, өзіңізге ұнайтын видео рецепт табатыныңызға сенімдімін. Және де каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды да ұмытпаңыздар. Қиярларымызды осылайша турап алдық. Келесі кезекте газымызға ыдысымызды қойып, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды және де кетчуп қосатын боламыз. Кетчуп міндетті түрде чили деген түрін алуларыңыз қажет. Содан соң үстінен сұйық майымызды, уксусты және де тұз, қантын салып, тездетіп, жақсылап араластыратын боламыз. Салатымызға қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осылайша жаңағы қоспаларымыздың барлығын жақсылап араластырып аламыз, және де үстінен жаңағы турап алған қиярымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді кезекте бетін жауып қайнатамыз, қыздар. Ең алғаш осылай қайнаған сәтінде ашып, жаңағы үккіштен өткізілген сарымсақты және де түйіршіктелген қара бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз, және де осы қайнап шыққан сәттен бастап, қатты бұрқылдап қайнап шыққан сәттен бастап, тек қана 10 минут қайнататын боламыз. Сол кезде сіздің қиярларыңыз ешқандай да езілмей, әдемі қытырлап, өте керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде минутқа қарап тұрып, 10 минут қана қайнатамыз. Неге қыздар, осылайша 10 минут қана қайнатып аламыз, одан артық қайнатпаймыз. Сол кезде біздің қиярларымыз қытырлап, өте керемет болып шығады. Содан соң міндетті түрде стерилденген банкамызды алып, барлық осы салатымызды бөліп құйып шығатын боламыз. Осылайша салатымызды банкаларымызға бөліп құйып аламыз, және де міндетті түрде крышкаларын ыстық суға қайнатып аламыз. Содан соң осылайша жақсылап жауып, міндетті түрде банкаларымызды теріс төңкеріп қойып, жылы жерге 1-2 күнге қалдыратын боламыз. Толықтай суығанша жылы жерде тұрады. Сол кезде банкаларыңыз ешқандай да атылып кетпейтін болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің салатымыз дайын. Дәмі деген керемет болып шығады. Әсіресе салқындатып жесеңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Мінекей осылай қытырлап шығуының себебі тек қана 10 минут қайнатасыздар. Видеода кішкене жұмсақ сияқты көрініп тұруы мүмкін. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте әдемі қытырлап, өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет.